Ассаламу алейкум. Алдарыңызда кезекті қорап ашу. Жалпы айтқанда бұл қорап ашу ашылған. Бұл бейне шолу деп айтсақ дұрысырақ болады. Осындай қыз балдарына арналған зат. Қазір ашып көрсетемін. Мынандай. Осындай скакалканың түрі. Бұл жай скакалка емес. Осындай гелевый покрытиемен қапталған скакалкалардың түрі. Мына яғында екі рукоятка, яғни екі ұстағышы бар. Құр жай ғана ұстағыш емес. Мына екі басында батырмасы бар. Бекеттен бекер қойылған батырма емес. Өздеріңіз байқағандай. Қазір бұған шолудықты бейне шолу аламыз. Мынандай. Арнайы шатырын алып, кіршкісін алып тастадым. Сөйтеміз де мынандай екі батарея шығады. Кәдімгі пальчик қой. Мизинчик деген болады, пальчик деген болады. Созақ сияқты. Тура қайтып міне. Үңіле қараймыз ішіне. Мінекей контакт ішіне. Мынаны саламыз, екіншісін саламыз. Сөйтіп тура осыны батырманы алып, дәлдеп мынаған бұраймыз қайтып. Сонымен скакалка жайында. Енді бұған ерекше эффект болу үшін, мынау жалпы фотофонның өзін, атырған фотофон ғой, енді фон сурет. Осының светін, жоғарыда тұрған светін өшіремін. Алайда төбедегі үлкен светін өшпеген, оны кейін қараңғыда жалпынан тағы түсірем. Сол кезде көресіздер. Әуелден өшірдім. Сөйтемді мынаны жаға бастаймыз. Мінекей. Ерекше не берді мінекей. Дизайнда. Қыздарыңызға мынандай подарка беретін болсаңыз, осындай сыйлық берсеңіз, қыздарыңыз енді действительно тәнті болады, разы болады деп ойлаймын. Себебі өте бір сондай нарықта кездесе бермейтін скакалкалардың түрі. Арнайы сондай ерекше заттардан берген осындай. Қыз балаларына болсын, ер балаларына болсын. Ұнайды деп ойлаймын. Одан кейін барып бағасын наличиде бар, бірақ аз келген. Пробный есебінде яғни бердік. Одан кейін бұдан бөлек тағы да бір-екі скакалканың түрі бар, оған әрі обзор жасаймыз. Егер мына зат ұнап жатса, біздің арнаға тіркеліп, лайкты басып, одан кейін барып пікірлеріңізді жазуды ұмытпаңыздар, міндетті түрде. Ал егер де жеке дара өздерім алдырам десеңіздер, оған да бағыт бағдардың ссылкасын береміз. Назарларыңызға көп-көп рахмет.